сөздері. Дарындым, инабаттым, нұсқағыш, алтыным, ризашыл, ардақтым. Өте жақсы. Және де анасының орнына біздер шын жүректен анасы ретінде жаздық. Айханым деген әдемі атқа лайықты күшті сөздер: ақылдым, ибалым, ханшам, ардақтым, назым, ырысым, мөлдірім деп жазыпты, иә? Сіз сондай сөздерге лайықтысыз. Анаңыз сізді еркелетіп сіздерге сондай сөздер айта ма? Айтады. Қандай сөздер айтады анаша? Аспаным, жұлдызым, күнім, айым, жаным, ботақаным, бай болғыр, ғұмыр ұзағым. Жаным, қандай күшті сөздер айтады мамаң. А сен мамаңа қандай да бір жылы сөздер айтасың ба, Ханшай? Айхан. Қандай сөздер айтасың мамаңа? Анашым, мен сізді қатты жақсы көремін. Сіз өте керемет анасыз. Сіз деген байсыз, барсыз, жолыңыз болғыр, әрқашан күлімдеп жүресіз. Қандай керемет, мамасына қандай сөздерді біз айтқызбайық та айтып жатыр. Айханымның ақылы өте көп, жақсы қыз деп есептеймін. Бұны сен үйіне алып кетесің, және де мамаңа осы жазған сөздеріңді үнемі айтуға тырысасың. Жарай ма? Отыра ғой жаным. Әр ана бала өздеріңіздің жасағандарыңызды алып кетіп, үйде балдарыңызға айтыңыздар, балдарыңыз сізге айтсын. Я, үйренсін балалар, үнемі айтуға осы сөздерді. Анаға арнайы сөздерді біздер айтпаймыз, бірақ біздер көбірек естиміз. Сол себепті сіздер де оларға үлгі болыңдар, олар да сізге үлгі болсын. Айтатын кезде айтып көрсетіңіздер, істейтін кезде істеп көрсетіңіздер. Істейтін дегеніміз біздің жаңағыдай құшақтау, баланы маңдайынан сүйеу, иіскеу, соның барлығы балаға жылулық. Бала көргенін істейді. Бүгінгі күні сіз оған осындай жылулық танытсаңыз, ертеңгі күні балдарыңыз сіздерге сондай жылулық танытады. Балаға бір рет айтып қоя қою ол ұмытылып кететін нәрсе. Балаға күнделікті айту керек. Бала бүгін болмасын, ертең болмасын, бір жыл болмасын, өсе жайлап есіне түсіріп, сол күндерді, сол кезде сіздерді қадірлей бастайды, сіздерге сыйластық білдіре бастайды. Ендеше ойынымыз біздердің кішкене аяқталды деп есептейміз, және де біздердің қорытынды, сіздердің ата-аналардың қорытындысы жаңағыдай не ойлайсыздар, иә, қандай бір балаңызға, осы бағанадан бері өтіп отырған тақырыбымызға, балаңызға деген сұрақтарыңыз бар ма, немесе біздерге бала жөнінде сұрақтарыңыз бар ма, соны түсіндіңіз, бірден түсіндіңіз ба, иә, өздеріңіз сезімдеріңіз қазір қандай, просто бөлісейік, сосын аяқтаймыз. Мен дегенді керемет, ана мен бала туына келгеніме өте қуаныштымын. Кәдімгі жүрегім енді 20-сы күні қайта іште келесің деген бір өзгеріс, бір күшті нәрсе болады деп өзім күттім енді шынымен де. Бүгін соны кәдімгідей қуанып көзіме жас келіп отыр. Себебі мен енді жаңағы көп балалы анамын, 5 балам бар деді. Мені осы кісілер біледі. Менің балалардың осы психология қызықтырғаны балалардың арасындағы отношения, жаңағы өзіңді қалай ұстау, бір-бірлерімен жаңағы араларында болып қалатын жаңағы нелерді, конфликтларды қалай шешу сондай еді. Мынау енді маған өте жақсы бір сабақ болды. Тағы да мен мына ортаншы қызыммен келіп отырмын мына сабаққа. Сіздерге көп рахмет. Сондай қуанышты сезімде отырмын. Айгүлге, Бияза апай, сізге де рахмет. Танысыватқаныма өте күшті нәтиже алдым деп ойлаймын. Себебі шынымен де шынайы өмірде бала дейтін бізге үлгі ғой негізінде. Шынымен де баланың өзіміздің отражениеміз, өзіміз баладан кемшілігімізді көрсек те болады деп, содан жұмыс жасақ деп айтамыз да, бірақ көп жерде біз өзімізді не істемей кетеміз. Жаңа жұмыстанбай қаламыз да, сосын проблема алып оны бір ысырып қоя саламыз. Жаңа проблема шешілмейді. Негізінде кез келген нәрсені алып қарасақ, барлығы да өте шешіледі екен. Мысалы, мен осы қазір бүгін Айгерім деген қызыммен келіп отырмын. Осы көп сұрақтар осы қызым қояды, жаңағындай ғой, енді мама мені неге жақсы көрмейсің, мама сен неге маған білмейсің деген сияқты. Кейде өзімде сондай шынымен сөйтіп қалам ба, сондай мен жаман анамын ба деп кейде өзіме өзім сұрақ қойып қалам да енді. Бірақ енді білем өзімнің қай жаңағы дұрыс салу керек жерлерімді да. Енді бүгінгі сабақтан алғаным мына жылы сөз шынымен де ішіміз сайрап тұрғанмен сыртқа шығармаймыз да. Сыртқа шығару бізге енді ол жаңағы уже шығып кетсек астыңғы жаңағы түпте қалып қойған нәрселер өзімізде анама айтып, мысалы менде осы кісілерге келгелі үйрендім да, жайлап, әлі күшті деп айта алмаймын, бірақ анама мен сені жақсы көрем деп
бір айтып көрдім, осы 1 жылдың шамасынан бастап әкеме де жылы сөз құшақтап, сондай кезде өте ананың керемет сезімде болатынын өзім сездім да, енді ананың сөзінен, өзінен. Именно қазір менің қызым маған мен сені жақсы көремін деген кезде менің жүрегім елжірегені соншалықты, енді жаңағы неужели біз айтпаймыз екен деп ойлап жатырмын. Мынау қазір маған уже сабақ болды да, мен бұны үйге алып барып уже осыны күнделікті өзімнің неме кіргіземін. Жоспарыма кіргізіп, күнделікті балаларыма айтуға еді тырысамын. Және сол нәтиже алатынымды білемін. Менің қызым да өзін жаңағы толық махаббатқа толы болып, жаңағы мамасына. Сіз мамаңызға жақсы көремін деп неше жасыңызда айттыңыз? Ойбай, 40 жасымда. Нешедесіңіз? Өмірде айтады. Нормально. Сол айтып 40-қа келгенде айттым мамама шыны керек. 40-қа дейін енді сол сөздерді естіп келетін болсаңыз қандай болады? Сол айтты, мен вообще соны айттым. жалпы. Конечно, сіздерге маған осы үйретіп жатсыздар, мен сіздерге көп алғыс айтамын. Рахмет, мынандай клубтар керемет. Мен енді тіпті ұяламын, бесплат деген шыны керек кейде да енді. Бірақ енді бізде осындай нәрсе болып жатқанына мен қатты қуанамын. Ата-аналарға көп жаңа не айтамын. Осыны айтып жүремін, кеңес айтамын, мынау дейтін керемет нәрсе. Біз жаңағы отырып алып, мен мысалы жаңа кімді ойлап жатырмын да, 3 бала жас істеп біз кішкене не істеп қаламыз ғой. Балалы болдым мен, жаңа 5 балам бар, өзімше аузым толтырып айтқанмен біздердің білмейтініміз көп. Тәрбие просто бала өмірге келеді, ол тәрбие береді ғой енді. Білімділікпен тәрбиеленген ол өте күшті нәтиже береді. Менің көзім соған жетіп жатыр. Сізге көп рахмет, Бияза апай, сізге де көп рахмет. Мынандай клубтардың несі өте керемет нәтижелері. Көп зат алдым бүгін, сол енді нақталғаным жаңағына ұнады, керемет. Жылы сөз айту ол баланы жаңағындай ғой, ұрсып тәрбиелемейсің, жаңағы ұрып тәрбиелемейсің. Жылы сөзбен ақ бала өзінен өзі жүріп кете береді ғой, мысалы сені мақтаумен, сол бала өзі уақытына келгенде бәрін біледі, ол өзі бәр нәрсені істейді деп ойлаймын. Менің қызым ақылды, енді өзі керемет өзі. Қызыңызға сенім қолдап жеңізші. Мен Айгерім саған сенем, сен сияқты керемет қызым болғаны қатты мақтанам, қуанам енді. Кейде болады ғой, мама болғасын ұрсып қалам енді, оған сен ренжіме жаным. Мен барлығını бірдей жақсы көремін. Мен сені де керемет, әрқайсының орның жаңа қалай маңызды мен үшін да. Мен сенің кәдімгідей болашақта сенің өте сенімді, саған сенімдімін, күшті, ақылды, өзіңде өзің орның тапқан биіктерден көрінетініне мен қатты сенемін сені. Сен өте күшті керемет қызсың, ақылдысың сен. Сол. Сіз бүгін күннен қандай әсер алдыңыз? Мен бірдеңе түсіне алдыңыз. Енді мен бүгін ұлым Нұрбекпен келіп отырмын. Бүгінгі сіздерге үшеуіңізге көп рахметімді айтамын. Енді случайно осындай бүгін өтеді дегеннен кейін Нұрбекті баламды алып келдім. Бүгінгі маған ана мен бала атты тақырыпта өте қатты ұнаған жері особенно мен. Енді балам өзіне алатын түйін алған шығар, но бірақ мен өзіме керекті заттарды көп алдым да мен жерде. Жаңа айтып жатсыздар ғой, ана жаңа жүрегінен астынан шығарған сәби етіп та. Яғни мен қандай бағытта болам, менің бағытым қандай болады, менен шыққан ұл, менен шыққан қыз сондай бағытта болады деп, значит, мен өзімді өзгертуім керекпін мен жерде. Мен соны өте жақсы түсіндім. Және де, енді, конечно, әр ананың өзінің құрсағынан шыққан баласынан жылы сөз есту, ол үлкен бір сөз айтқанда жүрегім толықтырды. Бақыт. Нұрбек қара, мама қалай сені жақсы көремін деп айтқаныңа жылап жатыр. Мамалар деген күнде естісе осы сөзді, мамалардың жүрегі өте жатқан нәрсе. Олар сіздерді де жақсы. Сіз ойламаңыз, мама жылап жатыр, оған ауыр тиді, жоқ. Мама қуанып жылап жатыр, айтып жатыр, мен сені жақсы көремін деген сөзіне жылап жатыр. Көп рахмет сіздерге. Маманы бақытты қылу қиын ба? Айтыңдаршы. Жоқ, бір сөз ғой, мен сені жақсы көремін. Мама. Қараңдаршы. Мамалар сіздер үшін бәрін істейді. Мамаларға керек емес сендердің жаңағы бірдеме жасап, ақша жинап, бірдеңе. Мамаларыңызға сендердің сол жылы сөздеріңізді айтып жүрсеңдер, сол асқан байлық жоқ мамаға, иә? Болашақта үлкен ел сыйлайтын үлкен азамат болады. Болады. Өзі отыр осы жерде, иә. Менің балам болашақта үлкен азамат, бір айтады ғой, кетігін тапта барқалан деп. Сондай үлкен азамат, біз сенімдім. Мен саған сенің балаңыз айтып. Мен саған сенемін, Нұрбек. Өте жақсы.